18 мамыр мұражай күніне арнап, мәдени еріктілер тобы сіздерге Семей қаласындағы Абайдың әдеби мемориалдық мұражайын презентация арқылы көрсетіп айтқымыз келеді. Абайдың әдеби мемориалдық мұражайы. Абайдың әдеби мемориалдық мұражайы Абай Құнанбайұлының өмірі мен ақындық жолына байланысты материалдар жинақталған мәдени мекеме. 1940 жылы 16 қазанда Абайдың 95 жылдық мерейтойына орай Семей қаласында ашылған болатын. Алғашында қазіргі Абай көшесі 83-ші үйде ұйымдастырылды. Ал 1944 жылы және 1967 жылдары қазіргі Комиссар көшесі 132-ші үйде орналасып, 1967 жылы музейдің экспонаттар қоры көбеюіне байланысты мемлекеттік архитектуралық ескерткіш болып саналатын Ленин көшесі 12-ші үйге көшірілді. Экспонат қоры. Музейдегі 13 000 экспонат қоры 7 дербес тақырыптық залдарға орналасқан. Біріншісі Абай және оның дәуірі, екіншісі жайлау, үшіншісі үш қайнар бұлақ, төртіншісі Абай шығармашылығы, бесіншісі Абайдың ақындық өнер айналасы, алтыншысы Абай тану, жетіншісі қазақ халқы ақын атын ардақтайды. Бас мұражай экспозициясы. Бас мұражай экспозициясында Абай дәуірі, Абай бейнелеу өнерінде Алаш арыстары, Абай және Семей шаһары атты тақырыптық көрме залы. Абай шығармашылығының үш қайнар бұлағы, ақын поэмаларына арналған шығыс залы, грек залы, жаз өлеңіне арналған зал, Абайдың ақындық мектебі, Абай тану, Абай халық жүрегінде атты сыйлықтар залдары орналасқан. Мұражай экспозициясы. Аталмыш зал 3 бөлмеден тұрады. Онда ақынның өмір сүрген ортасы, ел жайы, тұрмыс тіршілігі, ата тегі, сол күндегі саяси әкімшілік құрылыс пен дала тұрғындарының әлеуметтік хал күйі жан-жақты қамтылған. Ауыз әдебиетінің көрнекті өкілдері Жаяу Мұса, Біржан Сал, Тәттім беттер арқылы ақынды қоршаған мәдени орта көрсетілсе, Семейге жер аударылып келген саяси қуғындалушылар Михаэлис, Долгополов, Гросс, Лобановский, Коншиндер арқылы ақынның оқу-ағарту ғылым жолындағы ұмтылыстары, ағартушылық тұлғасы танылады. Абай бейнелеу өнерінде. Абай бейнелеу өнерінде деп аталатын галерея залында ұлы ақынның бейнелеу және мүсін өнеріндегі көркем тұлғасы белгілі қылқалам шеңберлерінің туындылары арқылы жан-жақты ашылған. Алаш арыстары. Алаш арыстары бөлімі Семейдегі Әлихан Бөкейханов бастаған қазақ зиялыларын еліміздің тәуелсіздігі жолында атқарған қызметімен таныстырады. Алаш өкіметінің алаш арыстарын мемлекеттік, қоғамдық, саяси қызметтерін көрсететін материалдар, фотосуреттер, архив деректері қойылған. Бүгінде мұражай штаты 82 адамнан тұрады. Оның 23-і ғылыми қызметкерлер. Олар жоғары білімді, үлкендерден үлгі өнегесін жалғастырып келе жатқан мамандар. Мұражайдың ішкі бөлімдері ғылыми қор бөлімі, ғылыми зерттеу және экспозициялық бөлім, ғылыми насихат бөлімі, ғылыми техникалық бөлім, әкімшілік басқару, шаруашылық техникалық бөлімдер. Қазіргі киелі қара шаңырақтың ұжымы ұлы ойшылдың 165 жылдық мерейтойы мен мұражайдың 70 жылдығына қызу дайындық үстінде. Назарларыңызға рахмет.